Сәлеметсіздер ме? Қал жағдайларыңыз қалай? Сіздермен бірге мен Айгерім. Бүгінгі видеода сиырдың сүтінен үй жағдайында сүзбе әзірлейміз. Міндетті түрде менің рецептімен жасап көріңіздер. Өте керемет әрі өте дәмді болып шығады. Жасап жатсаңыздар, комментарий бөлімінде әсермен бөлісіп кетіңіздер. Видеом пайдалы болып ұнап жатса, лайк басып, комментарий қалдырып, арнама тіркеліп кетіңіздер. Алдымен ыдысымызға айранды құямыз. Менде қазір 3 литр айран және де үстінен 2 литр сүт құямыз. Яғни астын жағып, газға қойып қайнатамыз. Міндетті түрде айран 3 литр мен 2 литр сүт емес. Үйлеріңізде қанша сүт, қанша айран болса да қосып араластырып қайната беріңіздер. Сүзбені тағы да сүтті жылы жерге қойып, ұйығаннан кейін оны да бір қайнатып сүзбе жасауға да болады, бірақ оның дәмі басқаша болады. Айранмен жасаған сүзбенің дәмі өте керемет болып шығады. Мінекей қайнап жатыр. Осылай кішкене көбігін тарқатып жіберіп, 5-10 минутқа қайнатып аламыз. Содан соң оны марліге сүзіп, үстінен ауыр зат бастырып қоямыз. Мінекей мен осылай кастрөлге сүт құйып қойдым. Сары суына мен жаңағы бауырсақ ашытып, осылай мұздатқышқа қатырып қойдым және де жартысын пісіріп алдым. Мінекей енді сүзбемізді ыдысымызға салып аламыз. Өте керемет болып шықты. Міне көріп тұрғандарыңыздай. Өте керемет болып шығады. Айранмен жасап көріңіздерші. Негізі сүт өнімдерінің ішіндегі ең пайдалысы сүзбе, себебі оның құрамындағы дәрумендер адам ағзасына жеңіл сіңеді. Мысалы, сүзбеде А, Б, С, П, Е дәрумендері кездеседі. Сол себепті сүзбе түрлі себептермен ауыратын адамдарға тұтыну керек өнімдердің бірі екен. Айта берсең, пайдасы көп, пайдасымен қоса оның зияны да бар екен. Толық ақпаратты келесі видеода айтатын боламын. Менімен бірге соңына дейін болғандарыңызға рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар, аман болыңыздар, бар болыңыздар, бай болыңыздар. Қазақша арнамның дамуына үлестеріңізді қосып, арнама жазылып кетіңіздер және де жақындарыңызбен бөлісуді де ұмытпаңыздар.